Біз өз өмірімізді сеніп тапсырған дәрігер өз жағдайын пайдаланып бізге зиян келтіруге бел буса, бұл туралы ойлаудың өзі қорқынышты. Британдық дәрігер Гарольд Шипманның туыстарының да, полицияның да күдігін тудырмай, 215-тен 450-ге дейін науқасты өлтіріп үлгергені де содан болар. Өйткені айналадағы адамдар мен ойлар жақсы дәрігердің бетпердесінің астында нағыз шайтан жасырынып жатқанын мойындай алмайды. Гарольд Шипман 1946 жылы Англияның Ноттингем қаласында дүниеге келген. Ол ақылды бала болып өсті, тіпті мектептің регби командасында ойнады. Алайда Гарольдтың 17 жасында оның анасы қайтыс болады. Бұл баланың жеке басына да, оның болашақ өмір жолын таңдауына да үлкен әсер етті. Анасы ұзақ уақыт ауырып жатты. Дәрігерлер оған онкологиялық диагноз қойды. Байғұс әйелдің азабын азда болса жеңілдету үшін есірткіден тек морфин тағайындалады. Сондықтан ұлы бірнеше ай бойы анасының денсаулығын бақылауға мәжбүр болады. Ол қайтыс болғанда Гарольд адамдарды